Келесі тағы да бір қызметтің түрін көрелік. Ол әр азамат қызмет атқарып келе жатқан Қазақстан Республикасында заң бойынша зейнетақы аударымдары болады. Жұмыс беруші сол кісіге зейнетақы аударымдарын сол кісінің атына аударып отырады. Және әр азамат өзінің атына қаншалықты зейнетақы аударымдары түсіп отырғандығы жөнінде ақпаратты көріп, тексеріп, біліп отырғандығы абзал. Ол үшін электрондық үкіметтің мына 12 үлкен топтың ішінде салықтар және қаржылар деген тобына кіреміз. Осының ішінде сол жақтан экономика және қаржы деген бөлімді таңдаймыз. Оң жақ бөлімнен зейнетақы аударымдары туралы анықтама алу командасын таңдаймыз. Осының ішінде онлайн сұрау. Кезеңді көрсетіп, мысалы үшін соңғы 6 ай алуға болады. Тұтас барлық курсқа алуға болады. Қазір жағдайда біз барлық аударымдарды түгел көруімізге болады. Барлық кезеңге сұранымды жіберу. Сертификат таңдалмады дейді, яғни кілтті сұрап отыр. Бұл кілт орналасқан жерден көрсете аламыз. 1-ден 6-ға дейінгі цифрларды енгіземіз. Мысалы үшін менде де өзгеріссіз осы кілт сол күйінде. Енді қол қою батырмасын шертеміз. Сұраныс жұмысқа қабылданды. 30 минут ішінде бұл ақпарат беріледі деген мәлімет жазылған. Енді егер де мен қазір деректерді жаңарту батырмасын бассам, сұраныс мәртебесінде өзгеріс пайда болуы мүмкін. Сұраныс жұмысқа қабылданды емес, өңделді деп тұруы мүмкін. Осыған көз жеткізіп көрелік. Деректерді жаңартуды басамын. Міне сұраныс мәртебесі, сұраным өңделді деген тақырыпқа өзгерді. Нәтижені қарай аламыз. Бұл көлемді файл PDF форматында жүктелді. Міне байқасаңыздар 71 беттен тұратын адамның барлық жұмыс жасау кезеңдерін көпшілік кісіде 97-98 жылдардан бастап зейнетақы реформасы жүрді. Сол кезеңнен бастап барша мәліметті көрсетеді. Қазіргі жағдайда мен бірінші және соңғы бетті шығарып алсам жеткілікті менің жағдайымда. Бірінші бет. Соңғы бет. Міне, құрметті тыңдаушылар, қазір біздің алдымызда электрондық үкімет қызметінің түрлері өте көп. Соның екі түрін көрсеттік. Біреуі мекен-жай анықтамасын алу, екіншісі зейнетақы аударымдарын алу. Бұл екеуі де интерактивті қызметтер тобына жатады. Және де біз осы айтылған қызметтердің деңгейлерге бөлінуі, түрлерге, және де электрондық үкімет туралы жалпы ақпаратты білу үшін осы электрондық үкімет сайтында төменгі бетіне ең төменгі жолына түссеңіз, портал туралы деген батырма бар. Осы портал туралы батырмасын басамыз. Осында электрондық үкіметтің қызықты статистикасы бар. Осылардан көріп көз жеткізе аламыз. Біріншіден қарайық. Мына 10 адамның 8-і ер азаматтар екен, ал 10 адамның 2-і ғана әйел адамдар. Бұл да назар аударатын ақпараттың бір түрі. Электрондық үкімет порталына қайдан кіреді? Осы порталға қарасақ, біздің Батыс Қазақстан облысының жағдайы бұрын 7-ші орында еді. Қазіргі күнде мына көріп тұрсыздар 2,20% менен 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10-ші орында тұр. Біздің алдымызға Ақтөбе облысы, Атырау облысы, Оңтүстік Қазақстан облысы, осы соңғы жылдарда осы 3 облыс біздің алдымызға шықты. Сондықтан да біздің Батыс Қазақстан облысының жалпы жұртшылығын және педагог мамандарды, мұғалімдерді осы белсенді түрде электрондық үкімет сайтының қолданушысы болып, облысымыздың көрсеткішін көтеруге үлес қосуларыңызды сұраймын.